Сәлем достар, мен сіздерге өзімнің жұмыртқадағы әріптер ойынымды ұсынғым келеді. Ол үшін бізге жұмыртқадағы әріптер және себетшедегі талаптар керек болады. Біздің себетшелеріміздің алдына жіңішке және жуан деп жазылған. Бұл жерде оқушылар мына әріптерді алып, жуан және жіңішке дауысты дыбыстарға ажыратады. Мысалы, о бізде жуан, әріпі жіңішке, әріпі жіңішке, әріпі жіңішке, әріпі жуан. Осылайша оқушылар жуан және жіңішке дауысты дыбыстарды ажыратып алады. Сонымен бірге оқушылар қатаң, ұяң үнді дауыссыз дыбыстарды осы ойын арқылы ажыратып алуына болады. Және де төл дыбыстардың ажыратып сөздер құрауына да бұл тапсырманы орындап қолдануға болады. Сіздерге кезектегі ұсынатын ойын мамандықтар тақырыбына байланысты. Мамандықтардың суреті жабыстырылған мынандай бас киімдерді дайындап аламыз. Оқушылар бас киімдерді басына киеді. Яғни ол өздеріне қандай мамандықтың суреті түскенін оқушылар білмейді. Және отырған оқушыларға сұрақ қою арқылы ол өзінің қандай мамандық иесі екенін анықтайды. Мысалы, мен оқушыларға сабақ өтемін бе? Жоқ. Мен нан пісіремін бе? Жоқ. Мен тамақ дайындаймын ба? Жоқ. Мен адамдарды емдеймін бе? Мен көлік айдаймын ба? Иә. Демек мен кіммін? Мен жүргізушімін. Яғни осылайша оқушылар өздерінің сұрақ қою арқылы танымын кеңейтіп, мамандықтарды осылайша осы жолмен анықтайтын болады. Менің сіздерге ұсынатын келесі тәсілім бұл кімнің қонжығы деп аталады. Септік және көптік жалғауларды өткен кезде қолдануға болатын таптырмайтын тапсырма. Ол үшін бізге мынандай қонжықтар керек болады. Мына қонжықтарды біз қиып аламыз және бұл суретіміздің артына бізде сөздер жазылған. Мен оқушыларға мынандай суреттерді, қонжықтарды барлығына таратып беремін. Оқушылар бір-бірлерден мына қонжықтарды алады. Және мен оқушылардан кімнің қонжығы деп сұраған кезде оқушылар өзінің есіміне ілік септігін жалғап айтады. Және мына артында жазылған сөзге сәйкесінше лар, лер, тар, тер және дар деген қосымшаларды дұрыс жалғауы керек. Мысалы, ұлт деген сөзді алайық. Ұлт, мен мына жаққа жабыстырамын. Мысалы, бізде қаз деген сөз, қаздар, мына жаққа жабыстырамын. Тулар, рәміздер. Егер бұл тапсырманы жаңа тақырыпты өткеннен кейін кері байланысқа жасауға болатын өте тамаша тапсырма түрі деп айта алар едім. Егер менің сіздерге ұсынған ойындарым тәсілдер ұнаған болса, лайк баса кетіңіздер және төмендегі каналға жазылуды ұмытпаңыздар.